Бисмиллахи намаздың діндегі орны. Намаз өте маңызды, құнды ғибадат болып табылады. Хадис шерифтерде келеді, қиямет күнінде кімде-кімнің құлшылығы, яғни намазы түгел болатын болса, қалған амалдарды қабыл болады дейді. Ал енді кімде-кімнің намазы түгел болмайтын болса, намазы дұрыс болмайтын болса, оның ешбір амалдары қабыл болмайды деп келеді. Намаз ол жәннаттың кілті. Намаздың сауабы өте құнды, жоғары болғандықтан, оны адам баласы намазды орындауға асығу керек. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларына айтады: сендердің бірлерің есіктерің алдарынан өзен ағып жатса, оған 5 уақыт адам шомылса, қандай да бір денесіне бір кір қала ма деп сұраған уақытында, сахабалар айтады: е Алланың елшісі, жоқ дейді. Пайғамбарымыз айтады: дәл сол секілді намазда адамның қателіктерін жояды деп келеді. Сол үшін намазды өз уақытында оқу керек. Ардақты пайғамбарымыз айтады басқа хадисінде, бір кісі келіп сұрайды: е Алланың елшісі, Алла тағалаға ең ұнамды қандай амал деген уақытында, өз уақытында оқылған намаз дейді. Намазды өз уақытында оқу керек. Расында намаз адам баласын жаманшылықтан, арсыздықтан тыяды. Аятта келеді: астағфируллах, инна солата танханил фахшаи вал мункар. Расында намаз адам баласын жаманшылықтан, ұятсыздықтан, арсыздықтан тыяды дейді. Енді кейбір адамдарға айтып жатамыз: неге намазға келмейсіз, намаз оқымайсыз деп жатса, олар айтып жатады: мен әлі күнәларым көп, мен әлі тазарайын, алдағы уақытта жүрегім таза болсын, жаман әдеттерінен тыйылайын, сосын намазға келем деп жатады. Жоқ, бірінші адам баласы намазға келіп, бәлки одан кейін жаман қылықтарынан, әдеттерінен тыйыла бастайды, намазға келгеннен кейін. Ал бүкіл нәрсені тастап, жаманшылық әдеттерінен намазға келем деген бір сылтау ғана. Сөйтіп жүріп адамның бүкіл өмірі өтіп кетуі мүмкін. Кімде-кімнің намазы дұрыс болатын болса, ақырет күнінде оның есеп қисабы, амалдары барлығы дұрыс болады. Ал енді намаз түгел болмайтын болса, ол намаз үлкен ғибадат, ұлы ғибадат болғандықтан, намаз түгел болмайтын болса, оның басқа да амалдары қабыл да болмауы мүмкін. Жоғарыда хадисте айтылғандай. Сол үшін де бұл намазға бекем болу керек. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам өзінің өмірінің соңында хоштасу хұтпасында айтады: сендер намаздарыңа бекем болыңдар, намаздарыңа бекем болыңдар деп пайғамбарымыз қайта-қайта осы намазға бекем болуға шақырған біздерге. Және де пайғамбарымыз осы дүниеде мен жақсы көретін нәрселерінің бірі ол намаз деген, көзімнің қарашығындай деп, пайғамбарымыз намазды адамның бетіндегі ең құнды дүние көзіміздің қарашығы болатын болса, намазды да сол көзінің қарашығына теңеп, пайғамбарымыз оның маңызды екенін айтқан. Біз бұл намазға бекем болуымыз керек. Бұны жай барақат қарамауымыз керек. Намазды ықыласпен, Алла тағалаға шынайы бой ұсынып, бұның ұлы ғибадат екенін Алла субхана тағала сезініп орындайтын болсақ, Алла тағала бізге үлкен сауаптарын жазады. Бұл намазға салғырттық қарау үлкен қателік болып табылады. Алла тағаладан көп сұраймыз, осы намаздарымызды қабыл етсін, сауаптарын жазсын деп, бұл ғибадатқа біз бекем болайық.